Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қайырлы күн болсын бүгін. Бас ақылдың ордасы, құлақ өтіріктің куәсі, көз шындықтың шынары, мұрын дейді мұрын, дененің мұржасы. Ауыз жақсы болса, берекенің арнасы, жаман болса, бәле-желенің дорбасы дейді. Мен жеткізушімін. Мен баяндаушымын, тағы да айтам. Мен драматург емеспін, этнограф емеспін, ақын емеспін. Мен оқығанымды халыққа жеткіземін. Сондықтан кешеден бері қоңырау шалып жатыр, махаббат туралы тағы да айтыңызшы деп. Махаббат ол таусылмайтын әңгіме. Айта берсе оны таңды таңға ұруға болады. Әйелдерді асырып жібердіңіз, еркекті асырып жібердіңіз деген сияқты әңгіменің керегі жоқ. Әйелдер ол ерекше сезімтал халық. Оны мен айту керек, өткенде де айтқам. Оның әркез еркек екенін сездіріп тұратын ол еркектің мысы. Ол еркектің мысы дегеніміз айғырдың иісі сияқты аңқып тұру керек. Еркектің мысы бар еркектен әйел ешқашанда кетпейді. Еркектің мысы дегеніміз не? Еркектің мысы деген еркектің мәрттілігі, адамгершілігі, азаматтылығы, сынақ келсе сынбайтын сезімталдылығы, табаны таймайтын тұрақтылығы, қаймағы бұзылмаған қадір қасиеті. Міне еркектің мысы деп осыны айтады. Ол үйірін үйіріп тұрған жылқы малда айғырдың мысы басып тұрады. Егерде айғырдың мысы болмаса, еркек ол үйір ол ыдырап кетеді, тұрақтамайды. Тістегеннің аузында кетеді, тартқаның қолында кетеді. Оны жақсы білесіздер. Орынсыз қалжың, ретсіз әзіл, пайдасыз әңгіме, жыртың тыртың ол еркектің мысын алып қояды. Осыны білу керек. Ол мысы жоқ еркекке әйелдің алдында қадір қасиеті болмайды. Және ондай мысы жоқ еркекпен ондай еркекпен тұру әйелге қызықсыз. Қымбат парфюмның иісі шығып тұрғанша еркектің мысы аңқып тұрған абзал болады. Осыны білуіміз керек, құрметті азаматтар. Ол қазақтың қыздары ол сезімтал, иісшіл. Олар бірден сезіп қояды. Сондықтан біздің мынау 300 қаралы, 400 қаралы тойларда әйел адамдар неге сальто жасап, бұтын көрсетіп жүр? Ашша айтсам кешіріңіздер, ол еркектің мысы болмағандығы. Қазақтың бір өткір суырып салма ақыны, шындықты бетке айтатын Шәмшия Жұбатова деген апамыздың бір өлеңі бар. Қараңғы алсын мен ас берген тегенеге ас шықпай жүр ма, немене? Бетіңнен ап көкке шапсып жатқанда қолың сыңғыр сабамайсың сен неге? Таныта алмай намысы мен күшіңді не басып тұр мысыңды? Еркек болып несіне сен жаралдың, жөндемесең теріс кеткен ісімді. Жонымды біл тілші қамшы таспасы, былай қалып қояр еді басқасы. Ыбылжымай әйеліңнің алдында бөркіңді анау былай алып тасташы дейді. Әй-шайға да қарамастан мұршаға, үнсіз күйде өлтіргенше бір саба. Сенде қамшы, менде бұрын болса кер, елге күлкі болмас едік, мұншама дейді ғой. Сұмдық қой. Мен боқпастым дейді. Мен қателестім дейді, әйел айтады. Мен қателестім дейді. Енді сен мен неге дұрыс жолға сала алмайсың дейді. Сен ынжықсың дейді. Сен сылбырсың деп тұр. Орыстың ұлы ойшылы Михаил Львовтың бір сөзі бар. Чтобы быть мужчиной, мало им родиться. Чтобы стать железой, мало быть рудой. Нужно переплавиться и разбиться, как руда, и пожертвовать собой дейді. Сұмдық сөз ғой. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Ел іргесі аман болсын. Бай қуатты болайық, амандықта болайық.